Саламатсыздар ма? Құрметті көрермен, менің есімім Абзал Дүйсенбекұлы Малбасқанов, дәрігер пульмонолог, торакалды хирург. Бүгінгі қозғағым келіп отқан тақырып әрине бұл тағы да өкпе, өйткені өкпеден үлкен тақырып, керекті ағза. Соның ішінде өкпенің ісікті ауруларын айтып өтсем деп едім. Себебі мына көп жағдайда біз өкпедегі болып жатқан дүниені өкпеден дақ пайда болыпты, өкпеде бір өзгерістер бар екен деп айтамыз да, одан кейін әртүрлі үрейге ұшып жүгіре бастаймыз. Көп жағдайда бұл өкпенің ісік аурулары бұл жыл сайын сіздің өтетін флюорография немесе рентгенография кезінде анықталып жатады. Көп жағдайда онкология өкпедегі ауырып барудың себебінен емес, денсаулығыңызды тексеріп жатқанда пайда болатын дүниелердің бірі. Мысалға, көбінесе жаңағы домалақ, тиын тәрізді дөңгелек құрылымдар тауып жатамыз. Сол құрылымдарды қарап, одан кейін жүгіру басталады. Онкологқа барамыз, одан кейін мына терапевтке барамыз. Сонымен жаңағы қайсысы не екен деп жүгіру басталады. Бұның онкологияның өзі екі түрі болады ғой. Доброкачественный деп жатады. Мен орысшалап айтқаныма кешіріңіздер. Доброкачественный деп жатады, және де злокачественный. Қатерлі емес. Сол енді мына қатерлі емес ісіктер бұл адаммен туа бір пайда болуы мүмкін. Мысалы, сіздің ағзаңызда, денеңізде, теріңізде сүйел шықса, мысалға, оны сіз қатерлі ісік деп бірден кесіріп, бірден ем алмайсыз ғой. Сол сияқты өкпеде де сондай ісіктер болуы мүмкін. Ол жаңағы туа пайда болған немесе жүре пайда болған денсаулықтағы өкпе деген әсерлерден болады. Темекі шегу барысында, мысалы лас ауамен демалу барысында. Сол өкпедегі ісіктер көп жағдайда жаңағы орналасуына байланысты бөлінеді. Жаңағы өкпенің түбіріне тамырлар тұрған жерге жақындайтын болса, әрине бұл көп жағдайда қатерлі ісікке ұқсап жатады. Ал енді өкпенің шеткі жағында периферияда орналасқан ісіктер көп жағдайда бұл жаңағы қатерлі емес ісіктер болады. Ол қатерлі емес ісік пен қатерлі ісіктің айырмашылығы бұл әрдайым жаңағы өзіміздің флюорография немесе КТ жасап динамикада бақылап түсіріп отырсақ бір сәрі. Ал егерде осы симптомдар пайда болып, өкпе жағынан көріністер болатын болса, әрине ондай болса, ол нәрсені кесіп алып тастаған дұрыс болады. Өйткені қатерлі ісікті дер кезінде тоқтатпасақ, дер кезінде емдемесек, ол ары қарай асқынып, басқа да ағзаларға тарап, метастазға ұшырап келіп жатады. Мына біздегі өкінішке орай онкология көп жағдайда 3-ші, 4-ші кезеңінде бірақ анықталады. Басқа ағзаларға асынып кеткен кезде. Әрине, ол кезде асынып кеткен кезде ем жүргізуде қиын болады, көп болады, ауыр болады, химиясы бар, жаңағы сәулелік емі бар. Ал егерде біз сол дер кезінде жыл сайын өтіп тұрып, дақ кезінде алып тастайтын болсақ, нақалмаса қатерлі емес екенін анықтайтын болсақ, тіпті химия жүргізудің де қажеті жоқ. Сәулелі ем жүргізудің қажеті жоқ. Өміріңізге қауіптенбей ары қарай өмір сүре бересіз. Бірақ енді мына қатерлі емес екенін анықтау үшін әрине торакалды хирургтарға барады. Торакалды хирургтар сол ісікті алып тастаған соң, ол сізге қажет жоқ қой бәрібір де. Алып тастаған соң соны гистологиялық зерттеуге жібереді, немесе гистохимиялық зерттеу бар. Содан қандай ісік түрін анықтайды. Ол егерде қатерлі емес ісік болатын болса, аман-есен жазылып, үйіңізге барып жұмысыңызды жасап жүре бересіз. Ал егерде қатерлі ісік болатын болса, ол қатерлі ісік тағы да бөлінеді. Оның ішінде жаңағы мелкоклеточный рак бар, жаңағы аденокарциномасы бар, тағылары көп. Соның түріне байланысты әр рактың түріне сәйкес өзінің химиясы бар. Бұрынғы замандағыдай, осыдан 20-30 жыл бұрындағыдай адамдар химия ішіп, дәріден қиналып өлді ма, әлде осы ауруына асқынып өлді ма дегендей сұрақ туындамайды. Көп жағдайда қазіргі кезде қандай ісіктің түрі соған сәйкес химиясын береді. Ол химиялық дәрілер қазір жан-жақтан алуға болады. Қазақстанның өзінікі бар, немесе Турция бар, Корея бар, тағы да Израиль бар. Сол жерлерден қазір дәрілерді алуға қолжетімді. Өйткені біз егеменді елміз, адамның сұранысына ие. Ол тек қана ол жаңағы ақшаға байланысты, қалтаның қалыңдығы. Соған байланысты егерде нақты жүргізетін болсаңыз, қатерлі ісіктен де емделіп шығуға мүмкін. Ал егерде метастаз болып кететін болса, әрине ем қиындайды. Бұл қай жағдайларда пайда болады? Бұл ісіктердің пайда болу себебі біздің
темекі шегуіміз немесе жаңағы лас ауамен әрқашан демалуымыз, біздің жұмысымыз, жаңағы біреу жаңағы химияда жұмыс істейді, біреу тағы да фабрикада жұмыс істейді, көп қой. Оның барлығы адамға әсер келтіреді. Мына адамның қартайған сайын бетінде әжімдер түседі ғой. Ол әжім деген үлкен кісілер айтады, өмірден қалған әрбір қадамы немесе іздер деп. Сол сияқты өкпеге де сондай іздер қалдырып жатады. Сол себептен денсаулықтарыңызға салғырт қарамаңыздар. Егер де ісіктейтін болса, емші, тәуіпке барудың қажеті жоқ. Ол жын емес, шайтан емес, оны шығарып жібере алмайсыз. Тек қана маманның кеңесін алып қана шешкен дұрыс болады. Көп жағдайда осы адамдар осы ауруын ұмытып, емделіп болған соң салауатты өмір салтын ұстанып, кәдімгі қоғамда Құдай қанша жас береді, 100-ге дейін болса 100-ге дейін өмірлерін сүріп жатыр. Денсаулықтарына салғырт қарамаңыздар, аман болыңыздар.